Аскерлике чағыру повесткасына фотоға чекмек. Русия арбек үветлеріне қызмет етмеге мешбур етівде бойынша берілгеніні аризаны фотоға чықармаға ве Украина қыта қысмында ұғы қорыжы орғынлыға білдірмек. Киевде ерлешкен Қырым прокуратурасы геншлеріні ижғалчы арбек үветлері сафларында қызмет етмемеге чағыра. Ижғал етілген территорияда инсанларына арбек қызметке зордаки желп етілмесі халқара жинайет сайыла. Женева конвенциясы бұны доғырдан ясақ еті. Ама Русия халқара нормаларыны эсапқа алмай, 4 сене девамында, яғни Русия Қырымны ижғал еткен сон, Ярамадада яшаған 12 бен Украина ватандашы аскерлікке алынды. Бұл бірқач авта әвелсі бұнен алақалы делилеріні Қырым прокуратурасы халқара жинайет махкемесіне йолады. Ижғал етілген Қырым сакенлерінің аскерлікке чағырывының бақылы малюматыны девлетінің қыта қысмында ерлешкен ұқы қорыжы органларына білдірмесіне рижа етілі. Бөле деделер илерде ижғалжелерге қаршы жинай ішлерде қоланылажағы білдіремекте. Дуже важливо про це повідомляти правоохоронні органи України. Це можна зробити в електронному вигляді. Це дозволить нам спільно протидіяти тим діям, систематичним масовим, які наразі робить держава-окупант. Це дозволить нам зібрати достатню доказову базу для того, щоб притягнути до відповідальності.